Құрметті оқырмандар, біз сіздерге кітапхана қорына жақында түсетін кітаптардың анонсын ұсынамыз. Ұсынылып отырған кітап Айгүл Мұқашеваның «Дарынды балалар педагогикасы» деп аталады. Сіздің ойыңызша, дарынды бала деп қандай баланы айтамыз? Жалпы, дарындылық дегеніміз адамның өз бейімділігі және шығармашылықпен жұмыс істеу арқылы қалыптасатын қасиет. Ендеше, осы оқу құралынан дарындылық мәселесін зерттелу тарихымен таныса аласыздар. Ал екінші кітап Шыңғыс Мұқанның көшбасшылық туралы жинағы. Көшбасшылық заман талабы мен көпке берілмейтін сирек дарын. Көшбасшы болу үшін танымдылық қажет пе? Ал сіз көшбасшы санатынансыз ба? Жинақтан осы сұрақтардың жауабын таба аласыздар және әлем ойшылдарының көшбасшылық туралы зерттеген құнды идеяларымен танысуларыңызға болады.